Салем, мен Қарақалпақ қызы Гүлайым, кореялық жігітпен тұрмыс құрып, қазірде Кореяда жасаймын. Тұрмыс құрғанымызға 10 жыл болды. 2 ұл перзентіміз бар. Көпшілік кореялық жігітлер расмененде кинолардағыдай романтик болады ма деп сұрайды. Кинолардағыдай бірден жалын жауып кетсе да, жоқ жерден пайда болып қалып, маған зонтик тұтып қалмайды, я бірде өзі жұмыста отырып, мен басқа жақта болып, мен жығылып баратқан жерімнен пайда болып қалып, мені ұслап қалмайды, шарлар, гүллер менен күтіп алып, ондай сюрпризлар істемейді. Бірақ семьяда сыйластығымыз үлкен, әйел адам мәжбүр деген заты жоқ, және үйдің жұмысларында да көмектесіп кете береді. Хами уақыт менің пікірім менен ойласады. Үйдің жұмысларын істеуге де жәрдемлеседі. Керек болса, ауқатта асып беріп кететұғын уақытлары болады. Мен шаршап тұрпан десем, балаларды өзі шомылдырып, өзі ұйықтататын уақытлары да болады. Ортамызда үлкен сыйластық бар, және мехір мұхаббат. Керек жерінде үлкен қымбат бақалы сауғалар да сыйлайды. Ұсымашынды да менің туылған күніме өзі алып берді. Бірақ ойласқан халда именно маған не керек, нені қалеймен, соны сұрап, кейіннен алып береді, ал сюрпризлар істемейді. Сіздер қалай ойлайсыз, бұл романтикаға жатады ма? Пікірлеріңізді комментарийда бөлісіп кетің. Пока! Салем, мен Қарақалпақ қызы Гүлайым, кореялық жігітпен тұрмыс құрып, қазірде Кореяда жасаймын. Тұрмыс құрғанымызға 10 жыл болды. 2 ұл перзентіміз бар. Көпшілік кореялық жігітлер расмененде кинолардағыдай романтик болады ма деп сұрайды. Кинолардағыдай бірден жалын жауып кетсе да, жоқ жерден пайда болып қалып, маған зонтик тұтып қалмайды, я бірде өзі жұмыста отырып, мен басқа жақта болып, мен жығылып баратқан жерімнен пайда болып қалып, мені ұслап қалмайды, шарлар, гүллер менен күтіп алып, ондай сюрпризлар істемейді. Бірақ семьяда сыйластығымыз үлкен, әйел адам мәжбүр деген заты жоқ, және үйдің жұмысларында да көмектесіп кете береді. Хами уақыт менің пікірім менен ойласады. Үйдің жұмысларын істеуге де жәрдемлеседі. Керек болса, ауқатта асып беріп кететұғын уақытлары болады. Мен шаршап тұрпан десем, балаларды өзі шомылдырып, өзі ұйықтататын уақытлары да болады. Ортамызда үлкен сыйластық бар, және мехір мұхаббат. Керек жерінде үлкен қымбат бақалы сауғалар да сыйлайды. Ұсымашынды да менің туылған күніме өзі алып берді. Бірақ ойласқан халда именно маған не керек, нені қалеймен, соны сұрап, кейіннен алып береді, ал сюрпризлар істемейді. Сіздер қалай ойлайсыз, бұл романтикаға жатады ма? Пікірлеріңізді комментарийда бөлісіп кетің. Пока!